Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Екінші апта, 8-ші күн, ішіміздегі баланы мейірімге бөлеу. Бірінші бөлім. Бүгін сіз айнаның арғы жағындағы ересек адамға қарап ішіңіздегі баланы көресіз. Бұл айнамен жұмыстағы өте маңызды күн. Қане қолымнан ұстаңыз, айнаға барайық. Көзіңізге тереңірек үңіліңіз. Айнадан көрген ересек адамға қарап ішіңіздегі балаға сәлем беріңіз. Жасыңыздың қаншада екені маңызды емес. Ішіңізде сүйіспеншілік пен қоштауды қажет ететін кішкентай бала бар. Егер сіз әйел адам болсаңыз, өзіңізге деген сенім асып-тасып жатса да, ішіңізде өте нәзік көмекке мұқтаж кішкентай қыз бар. Егер сіз ер адам болсаңыз, өзіңізге қаншақты сенімді болсаңыз да, ішіңізде жылу мен сүйіспеншілікті аңсайтын кішкентай ұл бар. Айнаға қараған кезде ішіңіздегі бейкүнә баланы көресіз бе? Бұл бала бақытты ма? Ол сізге не айтқысы келеді? Сіз бастан кешкен әрбір жас ішіңізде, санаңызда және жадыңызда. Балалық шағыңызда бірдеңе дұрыс болмаса, оған өзім кінәлімін, менің кесірімнен осылай болды деп сеніп келдіңіз. Балаларда, егер бәрін дұрыс істесек, ата-анамыз бізді жақсы көреді және жазаламайды деген ой кішкентайынан қалыптасады. Әдетте 5 жас шамасында ішкі баладан қол үзе бастаймыз. Сол жаста осындай ауыр шешім қабылдаймыз, өйткені осы күйінде қалу дұрыс емес, өзімізді түзеу керек және енді бұл баламен ешқандай байланыс болмауы керек деп ойлаймыз. Біздің ішімізде ата-ана да бар. Көбімізде бұл ішкі ата-ана образы ішіміздегі балаға тоқтаусыз ұрсып жатады. Ішкі диалогын құлақ астан ұрыс-керістен басқа ештеңе естімейсің. Ата-ана сізге бір нәрсені дұрыс істемегеніңізді немесе әлі де олар ойлағандай мінсіз бала бола алмағаныңызды айтып сөгеді. Бала кезде ата-анамыз бізге қалай ұрысса, уақыт өте келе өзімізге өзіміз соғыс ашып, дәл солай мінімізді көрсетіп тұрып ұрса бастадық. Сен ақымақсың. Ата-анаң саған үміт артып отыр, ал сен оны ақтамадың. Бірте-бірте бұл әдетке айналды. Енді ер жеттік, бірақ көбіміз ішімізде кішкентай қорғансыз баланы елемейміз. Бұрын қалай кемсітіп жаны жараласақ, әлі күнге дейін соны жалғастырып келеміз. Осы шаблонды қайта-қайта қайталаудан жалықпаймыз. Өміріңізде әлденеден қорыққан сайын қорқып жатқан сіз емес, ішіңіздегі бала екенін біліңіз. Ересек адам қорықпайды, бірақ ол ішіндегі баладан қол үзген және оған көмекке келмейді. Сондықтан ересек адам мен бала арасындағы қарым-қатынасты дамытуы керек. Ішіңіздегі баламен қалай байланыс орнатасыз? Бірінші қадам айнамен жұмыс арқылы баланы тану. Бұл бала кім? Ол неге бақытсыз? Бұл бала өзін қауіпсіз, қорғаны мықты және сүйікті сезінуі үшін сіз не істей аласыз? Не істесеңіз де ол жайында ішкі балаға айтып беріңіз, сөйлесіңіз. Түсінем, бұл бір қисынсыз ақымақтық секілді көрінеді, бірақ оның пайдасы бар. Қандай жағдай болмасын, ішіңіздегі баладан ешқашан бас тартпайтыныңызды немесе тастамайтыныңызды, әрқашан оның жанында болатыныңызды және оны жақсы көретініңізді ұқтырыңыз. Ішіңіздегі баланың шын қалауы не? Ол сіздің назарыңызда болу, өзін қауіпсіз және сүйікті сезіну. Егер ішіңізде кішкентай адаммен қарым-қатынас құруға күніне 1-2 минут уақыт бөле алсаңыз, өміріңіз әлдеқайда жақсарады. Аффирмация жасайық. Мен өзімнің ішімдегі баланы жақсы көруге және қабылдауға дайынмын. 8-ші күннің айна жаттығуы. Бірінші, шамамен 5 жасар кезіңіздегі фотосуретті табыңыз. Оны айнаңызға жапсырыңыз. Екінші, суретке бірнеше минут зер салып қараңыз. Не көріп тұрсыз? Көз алдыңызда тұрған бала бақытты ма? Әлде жүзінде бір мұң бар ма? Үшінші, айнадағы бейнеңізбен, яғни ішіңіздегі баламен сыйласыңыз. Қаласаңыз суреттегі балаға қарап сөйлеуге болады. Ішіңіздегі баланы кішкентай кезіндегі лақап атыңызбен атаңыз. Негізі ыңғайланып отырып сөйлескен дұрыс, өйткені тұрып тұрсаңыз өзіңізді ыңғайсыз сезіне бастағанда айнада да суретті де тастап бөлмеден шығып кеткіңіз келуі мүмкін. Сондықтан сулық алып алыңыз да жайланып отырып әңгімеңізді бастаңыз. Төртінші, жүрегіңізді ашып ең аяулы ойларыңызбен бөлісіңіз. Бесінші, сыйласып біткен соң мына аффирмацияларды айтыңыз. Мен сені жақсы көрем, жаным. Мен сен үшін осында жаныңда жүрмін. Саған төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ. Ғаламат күш ішіңізде. 8-ші күннің күнделік сұрақтары.
Бірінші, жаттығуға қалам, түрлі түсті карандаш, фломастер керек болады. Екінші, әдетте жазу жазбайтын қолыңызбен көбінесе сол қол кішкентай кезіңіздегі өз суретіңізді салыңыз. Шығармашылыққа ерік беріңіз. Үшінші, салынған суретті айнаңызға іліп қойыңыз. Төртінші, суретке қарап отырып ішіңіздегі баламен сөйлесіңіз. Бесінші, балаға мына сұрақтарды қойып көріңіз. Саған не ұнайды? Не ұнамайды? Дәл қазір саған не керек? Сені бақытты ету үшін не істей аламын? Сосын жауаптарын күнделікке жазыңыз. Алтыншы, көзіңізді жұмып бүгін ішіңіздегі бала жайында не білдіңіз, сол жайында біраз уақыт ойланыңыз. Сегізінші, күнгі жүректегі ойлар. Ішімдегі баланы махаббатқа бөлеймін. Ішіңіздегі балаға қамқор болыңыз. Ол бәрінен қорқады. Оған көп нәрсе ауыр тиеді. Бұл не істеу керегін білмейтін бала. Баламен бірге болыңыз. Оны қабылдаңыз, жақсы көріңіз және қажеттілігін қанағаттандыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз. Қандай жағдай болса да әрқашан оның жанында болатыныңызды ұқтырыңыз. Ешқашан теріс айналып кетпейсіз, тастамайсыз. Сіз бұл баланы өмір бойы жақсы көріп өтесіз. 8-ші күннің медитациясы. Еркіне жібер және бойыңды еркін ұста. 8-ші күннің аудиосы. Жақсылап терең дем алып көзіңізді жұмыңыз. Тағы да бір мәрте терең тыныс алыңыз және денеңізбен толыққанды босаңсуына мүмкіндік беріңіз. Назарыңызды саусақтарыңызға аударыңыз және оларды толығымен жұмсартыңыз. Енді аяғыңызды барлық башпайларыңыз бен табаныңызды босаңсытыңыз. Енді аяғыңызды барлық башпайларыңыз бен табаныңызды босаңсытыңыз. Сосын бұл рахат сезімінің балтырға және тізеге қарай жоғары жылжуына мүмкіндік беріңіз. Енді бұл жылу мен босаңсу жамбасыңызға өтсін. Енді жамбас пен бөксеңізді босаңсытыңыз. Беліңізді бос ұстаңыз. Содан кейін кеудеңізге мойын сүйектері мен иық арқылы тыныштық көтеріліп келе жатқанын сезініңіз. Иығыңызды төмен түсіріңіз. Шынтағыңызды босаңсытыңыз. Қол, білек және саусақтарыңыз да дем алсын. Бойыңызда қалып қойған ширығу саусақ ұшы арқылы шығып кетсін. Мойныңызды босаңсытыңыз. Содан кейін жақ бет және көз айналасындағы бүкіл бұлшық еттің демалуына мүмкіндік беріңіз. Маңдайыңыз бен бас теріңізді босаңсытыңыз. Бәрін бос жіберіңіз. Демалыңыз.